Адам жаспен өспейді, немен өседі дейді? Жауапкершілікпен өседі дейді. Адам жаспен өспейді, жауапкершілікпен өседі дейді. Балаға бала күннен жауапкершілікті артып үйретпесең, жауапсыз кеткен бала тұсаусыз кеткен ат сияқты болады. Білген нәрсесін жасайды. Мына біздің шариғаттың өзі, құрметті ағайындар, шариғаттың өзі намазды бізде 5 қылады. Дұрыс па? Балиғатқа толғаннан бастап 5 уақыт намаз болады. Мешітте ше не парыз? Сапты жөндеу уәжіп қой бізде. Дұрыс па? Сапты дұрыстауымыз міндетті. Саптың өзі нені білдіреді? Тәртіпті білдіреді. Демек, адамның өмірін Алла тағала осы оразаны, намазды парыз қылу арқылы адамның өмірін тәртіпке, жүйеге келтіруге Алла тағала бізді бастан үйреткен негізі. Ал енді кім үйренбеді? Өзінен көрсін онда. Шайтанды кіналай берудің қатысы жоқ вообще. Ешкімнің қолынан сүйреп апарып атқан жоқ ол. Просто ой салып жатыр, сіз өзіңіз істеп атқан бәрін.